Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып қайта өңдеу, перерабатывать. Бүгінгі сабақта табиғат байлықтарын үнемдеп қолдану керектігін үйренесің. Сегодня на уроке, ребята, вы научитесь бережно относиться к богатствам природы. Жаңа сөздер: пайдалану, пользоваться, бүлдіру, портить, өңдеу, перерабатывать, қайта пайдалану, пользоваться снова заново. Артық, лишнее, өнім шығару, выпускать продукт. Енді, балалар, осы сөздермен сөз тіркесін немесе сөйлем құрап көрейік. Құрап көру, давайте составим, попробуем составить предложение или словосочетание. Мысалы, дұрыс пайдалану, правильно пользоваться. Бала бүлдірді, ребенок испортил. Диванды жөндеп, қайта пайдалануға болады. Диван можно жөндеу, починить, қайта пайдалану, пользоваться снова. Да? Артық тамақ зиян. Мына суретке қараңдаршы. Артық тамақ, лишняя еда, зиян, вредно. Зауытта өнім шығарады. На заводе выпускают продукт. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар және жаттап алыңдар. Қайталайық: пайдалану, бүлдіру, өңдеу, қайта пайдалану, артық, өнім шығару. Есте сақтап алыңдар, балалар. Пайдалану, пользоваться, бүлдіру, портить, өңдеу, перерабатывать, артық, лишнее, өнім шығару, выпускать продукт. Суретке қара. Не дұрыс емес. Что здесь неправильно? Анықта, определи. Үлгіні қолдап сөйле. Үлгі, вот он у вас, үлгі, пример. Мысалы, бірінші сурет. Қыздар не істеп отыр? Ұлдар, қыздар, балалар не істеп отыр? Дұрыс, пицца жеп отыр. Пиццаны қайда қойған? Куда они положили пиццу? Дұрыс, ақ қағазға. Не дұрыс емес? Что здесь неправильно? Ақ қағазды бүлдіру дұрыс емес. Бүлдіру. Новое слово. Портить. Неправильно портить чистую белую бумагу. Жақсы. Келесі. Екінші сурет. Мұнда не көріп тұрмыз? Адам және қоқыс жәшігі. Қандай сөйлем құруға болады? А какое можно составить предложение? Қоқысты жәшікке салмау дұрыс емес. Посмотрите, мусор не в ящике, а поверх ящика лежит, да? Сол дұрыс емес, это неправильно. Қоқысты жәшікке салмау, не положить в ящик, дұрыс емес, неправильно. Или можно составить такое предложение. Қоқысты жәшікке салу керек. Нужно было здесь положить, да, бросить в ящик мусор, а не на ящик. Келесі. Үлкен кісіге көмектеспеу, отрицательная форма глагола, көмектеспеу, не помогать, дұрыс емес, неправильно. Или же үлкен адамға көмектесу керек. Нужно всегда помогать взрослым. Келесі. Қоқысты тастап кету. Тастап кету, на прошлом уроке мы с вами проходили это новое слово. Оставить, бросить, тастап кету. Дұрыс емес, неправильно. Или же қоқысты тастап кетпеу керек. Нельзя, кетпеу, да? Отрицательная форма глагола. Нельзя оставлять мусор за собой. Жақсы балалар, міне осындай сөйлемдер жасауға болады. Жасауға болады, можно, нужно составлять такие предложения. Обратите внимание, предложение в отрицательной форме, предложение в утвердительной форме, но значение одинаковое. Да? Қоқысты жәшікке салмау дұрыс емес. Неправильно мусор ложить поверх ящика, то есть в ящик не ложить, то есть неправильно. И вот здесь вот, смотрите, ребята, қоқысты жәшікке салу керек. Нужно положить мусор в ящик.
Жақсы балалар, осы сөйлемдерді бір рет оқып шығыңдар және талдап шығыңдар. Просмотрите эти предложения к рисункам сами самостоятельно и попробуйте еще раз разобраться в них. Жаттығайық. Сөйлемдерге сәйкес тіркесті тауып айт. Сәйкес, соответствие, найди соответствие к предложениям. Қараңдар. Көлік сынса, көлік. Что такое көлік, ребята? Транспорт. Көлік сынса, если. Са – это суффикс, если переводится на русский язык. Если машина или транспорт сломается, то что нужно делать, ребята? Вот слово «керек» – это нужно делать. Я зачитаю, слушайте внимательно. Екінші жағында пайдалану керек. Екінші жағы – вторая сторона. Пайдалану керек. Вы это слово знаете уже. Нужно пользоваться. Азайту керек. Слово «аз» – это мало. Азайту – уменьшить нужно. Қайта жөндеу керек. Қайта снова жөндеу керек. Надо исправить. Еңкейіп алу керек. Нужно наклониться. Еңкейіп наклониться. Алу керек поднять. Нужно наклониться и поднять. Қайта өңдеу керек. Нужно заново переработать. Өңдеу керек. Это слово өңдеу. Это новое слово переработать. Вот, ребята. Вы теперь знаете, что означает вторая часть предложения. Теперь ваша задача составить правильное предложение. Создать правильное сложное предложение. Мысалы, да, көлік сынса, оны не істеу керек? Правильно, қайта жөндеу керек. Да? Көлік сынса, қайта жөндеу керек. Вот я вам подсказала, как работать. Ары қарай дальше өздерің сами сөйлем құрап жазыңдар. Сами составляйте предложение. Сөйлем құра, составь предложение. Жақсы балалар, келесі. Сөйлесейік. Давайте поговорим. Үлгі, пример. Менің ойымша, тамақты артық алу дұрыс емес. Өйткені тамақ қалдығы қоқыста тасталады. Сондықтан асты ысырап етуге болмайды. Это первая часть текста. Что же она означает? Менің ойымша, по моему мнению, тамақты артық алу дұрыс емес. Мы только что разобрали выражение дұрыс емес. Неверно, неправильно. Артық алу – брать лишнее. Өйткені, потому что тамақ қалдығы қоқысқа тасталады. Тастау, бросать қоқысқа в мусор. Потому что қалдық, ребята, переводится остаток. Потому что остаток еды, которая недоедена, она выбрасывается в мусор. Бұл дұрыс емес, это неправильно. Сондықтан, поэтому, вот посмотрите в словарике, поэтому асты ысырап етуге болмайды. Ысырап – это зря. Нельзя портить еду. Жақсы балалар. Вторая часть. Менің ойымша, қағазды дұрыс пайдалану керек. То есть бумагу нужно дұрыс пайдалану. Правильно пользоваться бумагой. Өйткені, опять же, вот это выражение надо запомнить. Потому что өйткені қағаз қоқысқа тасталады. Бумагу что делают? Тасталады. Выбрасывают в мусор. Қағазды қайта өңдеуге тырысу керек. Ребята, слово тырысу, посмотрите, стараться, пытаться, да? Қағазды қайта өңдеуге. Нужно пытаться, стараться перерабатывать бумагу. Таким образом мы бережем наш лес. Так как, ребята, вы знаете, бумага делается из древесины. Қағазды ағаштан жасайды. Сондықтан балалар, біз өз табиғатымызды осылай қорғай аламыз, можем защитить. Қайта өңдеу арқылы, то есть заново перерабатывая продукты, мы можем сохранить нашу природу. Жақсы, ол үшін не істеу керек, балалар? Қоқыстарды реттеу керек, дұрыс қой? Дұрыс.
қоқыстарды реттеу керек. Что нужно делать? Надо сортировать мусор. Осылай реттеу керек. Ребятки, вот теперь со словом сортировать мусор попробуйте, пожалуйста, составить вот такой небольшой текст, используя слова менің ойымша, дұрыс емес, өйткені, сондықтан, тырысу. Можете не все, но основные, вот менің ойымша, өйткені, сондықтан используйте. Жақсы балалар, сабақ түсінікті болса, если урок вам понятен, тапсырманы орындаймыз, выполняем задание. Сау болыңдар балалар.